Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен осындай унсыз, желатинсіз және духовкасыз жасалатын осындай өте дәмді әрі нәзік десерттің рецебімен бөлісемін. Бұл десертті жасауға бар болғаны тек қана 10 минут уақытыңыз кетеді. Рецеп ұнаса каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Ең алдымен таза ыдысқа 400 мл сүт құйып, оны отқа қоямыз. Үстіне қант және аздап шым-шым тұз қосып, оны араластырамыз. Сүтіміз ысып дайын болғанша бөлек ыдысқа 100 грамм сүт құйып, оның үстіне 2 ас қасық какао қосып араластырамыз. Бұл масса жақсылап араласқаннан кейін, оны ысыған сүттің үстіне құйып, ары қарай араластырамыз. Қайнаған сүттің үстіне 100 грамм шоколад салып, бөлек ыдысқа 20 грамм суға агар-агарды қосып, бір келкі болғанша екеуін біріктіреміз. Осындай болып біріккен соң оны осылайша сүттің үстіне құямыз. Асты жабысып қалмас үшін үнемі араластырып отырамыз. Достар, толық рецебі видеоның астында описание бөлімінде көрсетілген. 2-3 минуттан кейін массамыз осындай қою болғаннан кейін оны оттан аламыз. Дайын десертті арнайы формаға немесе осындай қағаз коробкаға қойып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қалтырамыз. 3 сағаттан кейін десертті алып, үстіне осындай какао және кокосовый стружка сеуіп, әсемдейміз. Уақыт аз кезде жасауға болатын әрі дәмді десертіміз дайын. Достар, міндетті түрде жасап көріп, каналға тіркеліп, және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпа. Дәмі шоколадқа ұқсайтын әрі влажный болып тұратын осындай дәмді десертті балаларыңызға жасап көріңіздер. Амандықта жүздескенше.